Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз сіздерменен бірге осындай томпақ бауырсақтардың ең керемет дәмді болып шығатын рецептісімен бөлісетін боламын. Бұл менің өзімнің ең сүйікті рецебім. Егер де сіздер де дәл осы мен жасаған ингредиенттермен әзірлейтін болсаңыздар, бауырсақтарыңыз шары ұқсап көтеріліп, жұп-жұмсақ болып пісетін болады. Сол себепті дәл менің ингредиенттеріммен әзірлеуге кеңес беремін. Бұл рецепт өте тез дайын болады. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге ең алдыменен жылы суымызға аз ғана тұзымызды қосып, оның үстіне шекерімізді салып, суымызды жақсылап шайқап аламыз. Су міндетті түрде жылы болу керек, сол кезде қамырымыз жақсы көтеріледі. Оның үстіне сұйық май және құрғақ ашытқымызды қосып, тағы да жақсылап араластыратын боламыз. Ендігі кезекте үстіне майонез қосамыз. Тым көп емес, 2 ас қасық көлемінде қосып, тағы да жақсылап шайқаймыз. Біздің суымыз бір қалыпқа келгеннен бастап, үстіне арнайы ситадан өткізілген ұнымызды аздаған көлемде қоса отыра, қамырымызды жақсылап араластырамыз. Ұнымызды міндетті түрде ситадан өткен болуы қажет, сол кезде біздің бауырсақтарымыз жұп-жұмсақ және көтеріліп пісетін болады. Видеода көріп тұрғандарыңызда ешқандай қиыншылығы жоқ, барлығы қарапайым қоспалардан жасалады. Мінекей достар, біздің қамырымыз дайын болды. Жақсылап илеп алдық. Енді қамырымыз көтерілу үшін осылай целлофанменен, пищевой пленкамен бетін жауып, ауа кірмейтіндей етіп қымтап, жылы жерге 40 минутқа қойып қоямыз. Міне достар, қамырымыз көтерілді, көріп тұрғандай өте жақсы көтерілді. Енді жақсылап қамырымызды жайып, формасына келтіретін боламыз. Менде осындай үлкен көлемде болып шықты. Бұл қамырды мен 2 бөлікке бөліп, біреуін жайып, дөңгелек бауырсақтың формасын жасайтын боламыз. Қамырымыз өте жұмсақ, өте әдемі болып көтерілді. Бұл қоспадағы барлық ингредиенттердің мөлшерін астына описанияға жаза кететін боламын. Және сіздерге қандай бауырсақтың түрі ұнайтынын комментарийға жазып қойсаңыздар болады. Мінекей мен қамырымды жайып болдым. Қамыр тым жұқа болмауы қажет, және де тым қатты қалың болып кетпеу керек. Орташа көлемде етіп жайып, осылай формасын жасап алатын боламын. Егер сіздер қаласаңыздар, жай ғана 4 бұрышты етіп, өздеріңізге ыңғайлы етіп кесіп алсаңыздар болады. Мен кішкене әдемілік үшін осылай дөңгелек етіп кесіп алдым. Барлығын осылай дайындап аламыз. Енді табамызға сұйық майымызды құйып, жақсылап қыздырамыз. Аз-аздан осылай бауырсағымызды сала отыра, әдемілеп пісіреміз.
Қараңыздаршы, өте әдемі болып пісіп жатыр. Екі жағы осылай сарғайғанша майымызды ұстап, бауырсағымызды жақсылап пісіреміз. Қатты күйіп кетпеу керек. Жай ғана осылай сарғыш түс бергенде бауырсағымыз әзір болды деген сөз. Мінеки достар, біздің сондай әдемі томпақ болып шығатын бауырсағымыз әзір болды. Көріп тұрғандарыңыздай өте сондай жұмсақ, ортасы да толығымен піскен, өте дәмді болып шығатын рецепт. Міндетті түрде осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына мен сенімдімін. Және де менімен бірге болып видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Және де каналыма тіркеліп, колокольчик басып қоюды ұмытпаңыздар. Алда көптеген рецепттер түсірілетін болады. Мені жоғалтып алмаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын, достар.